Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір таңбалы сандарды разрядтан аттап азайту. Бүгінгі сабақта бір таңбалы сандарды разрядтан аттап азайтуды үйренетін боламыз. Бірінші тапсырмада саннан бірнеше бірлік азайтылған тап дейді. Мысалға, мына жерде 13-тен қандай санды алсақ 10 шығады. Әрине, 10-ны табу үшін 13-тен 10-ды азайтамыз. 13-ті құрамы бойынша 10 мен 3 деп аламыз, 10-нан 10-ды азайтамыз. 0 болады, оған 3-ті қосамыз, 0-ге 3 қоссақ, 3-ке тең болады. Сонда бос яшыққа 3 деп жазады екенбіз. Келесі, 87-ден қандай санды азайтсақ 80 шығады. Ол үшін 87-ден 80-ді азайтамыз. 87-нің құрамы бойынша жазсақ 80-нен 7, 80-нен 80-ді азайтамыз, оған 7-ні қоссақ, жақша ішінен 0 шығады, 0-ге 7 қоссақ, 7-ге тең болады. Бос яшыққа 7 деп жазамыз. Үшінші тапсырма, 54-тен қандай санды азайтсам 50 шығады. 54-тің құрамын жазамыз 50 мен 4. 50-ден 50 азайтамыз 0 болады, оған 4-ті қоссақ 4 шығады. Бос яшыққа 4 деп жазамыз. Екінші тапсырмада азайтуды өзіне ыңғайлы тәсілмен орында дейді. Бізге осындай екі үлгі берген екен, осы үлгінің өзімізге ыңғайлысын таңдап, сол бойынша қалған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Мысалға, бірінші үлгіні түсіндіретін болсам, 14 азайтылған 9 дейді. 9-ның құрамы 4-тен 5 болады. 14-тен 4-ті аламыз, жақша ішінен 10 шығады. 10-нан міне қалған 5-ті азайтамыз. Сонда мәні 5-ке тең болады. Әр пунктінде 14-тің құрамын жазамыз 10 мен 4, одан 9 азайту үшін 10-нан 9 азайтамыз. 1 қалады, 1-ге 4-ті қосамыз, 5 болады. Бізге негізі А пунктіндегі мысал ыңғайлы. Мен сол А пунктіндегі есеп бойынша шығаратын боламын. Енді мынау бізге осы бойынша осы тәсілді қолданып, келесі тапсырмаларды орындаңдар деген екен. 17-ден 8-ді азайту үшін 17-нің құрамын жазамыз 10 мен 7. 10-нан 8-ді азайтамыз, оған қалған 7-ні қосып қоямыз. 10-нан 8 азайтамыз 2 болады, 2-ге 7 қоссақ 9 болады. Келесі 15-тен 6-ны азайту керек. 15-тің құрамын жазамыз 10 мен 5. 10-нан 6 аламыз 4 болады, 4-ге 5 қоссақ 9 болады. Төртінші тапсырма 14-тен 7-ні азайтамыз. 14-тің құрамы 10 мен 4. 10-нан 7 аламыз 3 болады, 3-ге 4 қосамыз, тең 7 болады. Үшінші тапсырмада бос яшықтардың орнына тиісті санды қой. 12-ден 2-ні азайтамыз, және одан қандай санды азайтсақ 8 шығады. Ол үшін 12 мен 2-ні азайтып аламыз 10 болады. 10-нан 8 азайтамыз 2 болады. Бос яшықтың орнына 2 деп жазамыз. Келесі есеп 13-тен 1-ді азайтамыз 12 болады. 12-ден 9 азайтамыз 3 болады. Бос яшықтың орнына 3 деп жазамыз. 13-тен 3-ті аламыз 10 болады. 10-нан 1 жасақ 9-ға тең болады. Келесі есеп 15-тен қандай санды азайтып оған 1-ді қоссам 11 шығады. Ол бізде ол үшін 15-ке 1-ді қосып аламыз 16 болады. 16-дан 11-ді азайтсақ 5 болады. Сонда бос яшықтың орнына 5 деп жазамыз. Келесі есеп 17-ден қандай сандарды азайтсақ 6 шығады. Ол үшін 17-ден 7-ні 4-ті азайтсақ 6 шығады. 17-ден 7-ні азайтамыз 10 болады. 10-нан 4 азайтсақ 6 болады. Келесі есеп қандай саннан 9 және 2-ні азайтсақ 8 шығады. 19-дан 9 азайтамыз 10 болады. 10-нан 2 азайтсақ 8 болады. Сонда 5-ші тапсырмадағы бос яшыққа 8, 19 деп жазады екенбіз. 19. Келесі 4-ші есепті шығар дейді. Әжемнің мерейтойына қонаққа 18 адам келді. Олардың 9-ы ересек адамдар, қалғаны балалар. Әжемнің мерейтойына қанша бала келді? Есепті қандай амалмен шығардың түсіндір дейді. Барлығы шартын құрамыз. Бірінші барлығы 18 адам, ересектер 9 адам. Табу керек қалған балалардың саны. Шешуін табу үшін 18-ден 9 азайтамыз 9 болады. Қандай жолмен шығардық дейді? 18-дің құрамын жазамыз 10 мен 8 болады. Одан 9 азайту үшін
10-нан 9 азайтамыз. 1 болады, 1-ге 8 қосамыз, 9 болады. Біз жаңағы бірінші үлгі бойыншаға А бойынша шығардық, А пунктіндегі үлгі бойынша шығардық. Жауабы әжемнің мерейтойына 9 бала келді. 5-ші есеп. Айырмаларды салыстыр дейді. Айырмаларды есептейік. 57-тен 13 азайту үшін құрамдарын жазамыз. 50-мен 7, 10-мен 3. 50-ден 10 азайтамыз, 40 болады. 7-ден 3 азайтамыз, 4 болады. 40-қа 4 қосамыз, 44 болады. 67-ден 24 азайтамыз. 67-нің құрамы 60 пен 7, 24-тің құрамы 20 мен 4. 60-тан 20 азайтамыз, 40 болады. 7-ден 4 азайтамыз, 3 болады. 40-қа 3 қосамыз, 43 болады. Екеуін салыстырайық. 44 пен 43-ті салыстырсақ, әрине 44 үлкен болады. Немесе 44 артық 43-тен деп айтамыз. Келесі салыстыр. 6-шы есепте салыстыр дейді. 1 сағат көп пе немесе 60 минут көп пе? Екеуі тең болады. Себебі 1 сағатта 60 минуттан. 1 ай көп пе әлде 21 күн көп пе? 1 ай көп. Себебі 1 айда 30 күн бар. 5 дециметр көп пе, жоқ әлде 6 сантиметр көп пе? 5 дециметрді сантиметрге айналдырсақ, ол бізде 50 сантиметр болады. Сонда 50 сантиметр көп пе, жоқ әлде 6 сантиметр көп пе? 50 сантиметр көп болады. 50 сантиметрге қаратамыз. 30 сантиметр көп пе, әлде 3 дециметр көп пе? 3 дециметрде 30 сантиметр бар, сонда екеуі тең болады. 10 күн көп пе, әлде 2 апта көп пе? 2 аптада 14 күн бар, сонда 14 күн 10 күннен артық болады. 7 минут көп пе, 5 минут көп пе? 7 минут 5 минуттан артық болады. Ә пунктқа теңдіктер мен теңсіздіктер құр және жаз дейді. 1 дециметрден көп, 1 дециметр артық дейді, бос яшыққа оны сан қоямыз. 1 дециметр артық 5 сантиметрден, себебі 1 дециметрде 10 сантиметр бар. 10 сантиметр 5 сантиметрден артық болады. 20 сантиметр мен 2 дециметр бір-біріне тең болады. Себебі 2 дециметріміз ол 20 сантиметрге тең болады. 2 килограмм көп пе, 3 килограмм көп пе? Әрине 3 килограмм көп болады. 5 литр және 8 литр қайсы артық дейді? 8 литр артық 5 литр дейді. 1 сағат пен қанша минут тең болады дейді? 1 сағат пен 60 минут тең деп жаздым мен. 7-ші есеп. Бос яшықтың орнына тиісті санды қой. Ол үшін 11-ден 5 азайтамыз. 6 болады. Сонда бос яшыққа 6 деп жазамыз. Қандай саннан 7-ні азайтсам 8 шығады. Екеуін қосамыз 15 болады. Бұл жерге сонда 15 деп жазамыз. Келесі. 13-тен қандай санды азайтсам 7 шығады. 13-тен 6-ны азайтсам 7 шығады. Енді есеп. Қандай саннан 7-ні азайтып болған 3-ті қоссам, мәні 7-ге тең болады. Ол бізде 11 екен. Себебі 11-ден 7-ні азайтсам 4 болады, 4-ке 3 қоссам 7 болады. 16-дан 8 азайтсам 8 болады, 8-ге 2-ні қоссам 10 болады. 18-ден қандай санды азайтып, оған 8-ді қос. Қандай санға 8-ді қосып 18-ден азайтсам 9 шығады. Ол бізде 1 екен. Себебі 1-ге 8-ді қоссам 9 шығады, 18-ден 9 азайтсам, мәні 9-ға тең болады. 8-ші есеп. Сан сәулесі бойынша өрнектердің мәніне сәйкес келетін сандар мен әріптерді тап. Оларды өрнектердің берілу реті бойынша жаз. Осы әріптерден құралған сөздерді оқы және ол туралы ойынмен бөліс. 17-тен 8 аламыз. 9. 9 болады. Ол бізде Q деген әріп екен, белгіледік. 14-тен 9 аламыз. 5 болады. 5 бізде O екен. O деп жазып қойдық. 11-ден 8 аламыз. 3 болады. 3 бізде R екен. R деп белгіледік. 12-ден 8 аламыз. 4 болады. 4 бізде M екен. M деп белгіледік. 11-ден 9 алсақ 2 болады. 2 бізде E екен. 16-дан 9 алсақ 7 болады. 7 T екен. T. 10-нан 9 аламыз. 1 болады.
1 бізде Т екен. 13-тен 7 алсақ 6 болады. 6 бізде Е екен. Е деп жаздық. 12-ден 4 аламыз, 8 болады. 8 бізде У екен. Енді осы сандарды өсу ретімен жаздық. Өсу ретімен жазсақ, міне бізде құрметтеу деген міне осындай әріптерден құралған сөз шықты. Келесі есеп. Үйдің әр қабатында 4 пәтерден бар. 12 үшінші қабатта орналасқан. Пәтердің номері. 5-ші қабаттағы пәтерлердің номерін анықта дейді. Әр қабатта 4 пәтерден бар. Сонда 12 ол бізде 4-ші қабат болса, енді 5-ші қабаттағы пәтерлердің номерін анықтайтын болсақ, 5-ші қабаттағы пәтерлердің номері 4-ші қабат 16 мен бітсе, 5-ші қабат 17, 18, 19, 20 болады екен. 5-ші қабат 20 мен бітсе, енді 6-ші қабат 21, 27, 23, 24 деп кете береді екен. Ал 12-ші қабаттағы пәтердің саны 45, 46, 47, 48 екен. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз соңына жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.